Сарысу ауданы Өндіріс ауылы Жарылқасын Отарбаев атындағы орта мектебі. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Каманова Тұрсынкүл Смағұлқызы. Қазақ тілі 7-ші сынып. Сәлеметсіздер ме, талпынысы мен құштарлығы мол білім алушылар. Күндей жадырап, айдай арайлап, жұлдыздай жарқырап, судай мөлдір таза көңілмен бүгінгі күнді бастайық. Білім алушылар, бұл көріністен нені байқадыңыздар? Қандай дыбыс естідіңіздер? Яғни, соғып тұрған желді көріп, желдің дыбысын естідіңіздер. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы желдің пайда болуы. Оқу мақсаты, оқылым стратегияларын қолдану, комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу. Жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу. Сабақ мақсаты, мәтіндегі пікірлерге комментарий жасау, көтерілген мәселені талдау, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу. Бағалау критерийі, мәтінге комментарий жасайды, мәтінде көтерілген мәселені талдайды, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазады. Құрметті білім алушылар, бейне жазбаға назар аударайық. Не күшті дауыл. Ауаның жоғары қысымды аймақтан төмен қысымды аймаққа қарай орын ауыстыруын жел дейді. Қысым айырмашылығы көбірек болған сайын желдің күші де арта түседі. Желдің күші Бафорт шкаласымен өлшенеді. Күші 1-ге тең болғанда біз желдің бар жоғын байқамауымыз да мүмкін. Күші 10-ға тең болғанда өзімізді тік ұстап тұруымыз екіталай. Жергілікті желдер жүйесі жер бедері әртүрлі аймақтар арасындағы қысымды теңестіреді. Мысалы, құрлық пен теңіз, таулар мен аңғарлар. Сондай-ақ ғаламдық желдер жүйесі бар. Жерде соғатын барлық желдер алып, шексіз айналымда болады. Олар мүлдем жел соқпайтын аймақтан, яғни экватордың тымық белдеуінен басталады. Бұл атауды 16 ғасырда тыныштық күйге алданып қалған теңізшілер қойған болатын. Бұл экватор айналасындағы жер мұхиттарының белдеуі күн сәулесінің толық күшін алады. Аптап ыстық алып ауа бағандарын жоғары көтеріп, өте төмен қысыммен үлкен бұлттар қалыптастырады. Ауа экваторда жоғары қарай тік көтеріліп, аумақты желсіз қалдырады. Дүние жүзіндегі жел айналымы осылай басталады. Төмен қысым солтүстік пен оңтүстіктен қуатты пассаттарды өзіне қарай тартады. Бұл жылы ауа жерге түсер алдында мыңдаған километрді басып өтеді. Содан кейін қос айналым тағы да қайталанып, полюстерде қайтадан 6 алып жел жүйесін қалыптастырады. Олар үнемі жер температурасын тепе-теңдікте сақтауға тырысады. Осы жел жүйелері болмағанда экватор анағұрлым ыстық болар еді. Ал полюстер тіптен суық болатын еді. Осылайша алып жел айналымы бүкіл ғаламшардың жылу жүйесін реттеп отырады. Енді оқулықты ашып, оқулықтағы жел қайдан соғады тақырыбындағы оқылым мәтінін оқыңыздар. Білім алушылар, көрген бейне жазбаларыңыз бен оқыған оқылым мәтінінің мазмұны бойынша енді ой талқы сұрақтарын оқып, ой елегінен өткізіп көріңіздер. Бүгінгі сабағымызда әдеби тіл нормалары бойынша дыбыс үндестігі туралы білімдеріңізді ары қарай дамытатын боласыздар.
Дыбыс үндестігі туралы сіздер төменгі сыныптарда оқып таныстыңыздар. Енді ережелерге шолу жасап өтейік. Дыбыс үндестігі дегеніміз буындардың үндесуінен сәл өзгешерек. Яғни көрші тұрған, қатар тұрған дыбыстар бір-біріне ықпал етеді. Айтқан кезде өзгертеді, ал кейбір жағдайда жазғанда да өзгертетін тұстары бар. Міне, көрші қатар тұрған дыбыстардың сөздің аралығындағы біріккен сөздегі, қос сөздегі, күрделі сөздегі, түбір мен қосымшаның арасындағы дыбыстардың бір-біріне ықпал етіп, өзара үйлесуін дыбыс үндестігі дейміз. Дыбыс ілгерінді ықпал деген аты айтып тұрғандай, ілгері тұрған дыбыс өзінен кейінгі дыбысқа ықпал етеді. Мысал үшін, көрші қолаң. Мынау қос сөз. Қос сөздің арасында мінеки екеуі қатар тұр ғой, былай қарасақ. Деген дыбыс дауысты болғандықтан, мына қ деген қатаңды ұяңдатып айтқан кезде ғға айналдырып тұр. Көрші қолаң деп жазамыз, бірақ айтқан кезде көрші қолаң деп айтамыз. Дұрыс айтылуы көрші қолаң, құрбы құрдас. Көріп отырсың ба? Міне алдында тұрған дыбыс дыбысы қыға ықпал етіп тұр. Яғни ілгергі дыбыс ықпал болғандықтан ілгерінді ықпал деп айтамыз. Mіне, талды қорған. Айтқан кезде байқадың ба оқушы? Мен талды қорған деп айтқан жоқпын. Талды қорған. Міне бұл біріккен сөз. Біріккен сөздегі дауысты сөздің аяғындағы екінші түбірдің басындағы қ дыбысына қатаң дыбысқа ықпал етіп тұр. Айтқан кезде қ ұяңданып тұр. Ол қай дыбыстың әсерінен? Міне стрелкамен көрсетіп отырмын, дыбысының әсерінен өзгеріп отыр. Бұны айтқан кезде талды қорған дейміз. Кейінді ықпал дегеніміз ілгерінді ықпалға қарама қарсы. Яғни қатар келген екі дыбыстың соңғысы алдыңғысына ықпал етіп, айтқан кезде өзгертіп айтуын. Немесе кей жағдайда жазған кезде өзгертіп жазуын айтады. Яғни көрші тұрған екі дыбыстың соңғы тұрған дыбысы өзінің алдыңғы дыбысына ықпал етуін кейінді ықпал дейді. Кейінді ықпал мынадай жағдайларда ерекше байқалады. Біріккен сөздерде, қос сөздерде, тіркескен сөздерде, сөз аралығында, сөздің ішінде түбір мен қосымшаның арасындағы кейінді ықпалдар болып өзгеріп отырады. Тоғыспалы ықпал деген сөз атынан ақ айтып отыр. Бірімен бірі дыбыстар тоғысады. Яғни қатар тұрған, көрші тұрған екі дыбыс бір-біріне екеуі де бірдей ықпал жасайды деген сөз. Яғни екі тұрған дыбыстың екеуі де өзгереді. Қарашы, ілгерінді ықпалда алдыңғы дыбыс өзгертті, кейінді ықпалда кейінгі дыбыс өзгертті, ал тоғыспалы ықпалда көрші тұрған екі дыбыста біреуі ілгерілі кейінді өзгертіп тұр. Міне осындай ықпалды тоғыспалы ықпал дейміз. Мінеки қара, досжан. Досжан дегенде қарап отырсың ба? Ж. Біреуі қатаң дыбыс, біреуі ұяң дыбыс. Міне осы екі дыбыстың екеуі де бір-бірін өзгертіп тұр. Айтқан кезде қараш, екеуі де шыға айналып кетті. Яғни с да, ж да шыға айналып кетті. Міне тоғыспалы ықпал дегеніміз екі дыбыстың да бір-бірін ілгерлі кейінді өзгертуі, айтқан кезде өзгертуі. Құрметті білім алушылар, енді келесі тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма кестемен жұмыс. Оқылым мәтіннен ілгерінді ықпалға мысалдар тауып, кестеге жазыңыздар. Екінші тапсырма мәтіннен дыбыс үндестігіне мысалдар келтіріп, тақырып туралы диалог жазыңыздар. Сабағымыздың соңында ашық тест тапсырмалары беріледі. Сіз тапсырмаларды орындай отырып, бүгінгі тақырыпты қалай түсінгеніңізді тексеріп көріңіз. Үйге тапсырма, желдің түрлеріне тізбектелген карта жасаңыздар. Дыбыс үндестігінің орфографиялық нормасын көрсетіңіздер. Рефлексия стикердегі диалог әдісі арқылы жүргізіледі. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.